Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында ашытылған орам жапырақ дайындайтын боламыз, яғни квашеная капуста. Әдеттегідей лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бар болғаны 3 сағаттың көмегімен үйіңізде квашеная капуста жасап үйреніңіздер. Бізге тек қана орам жапырақ, сәбіз және де тұз қажет. Алдымен орам жапырақтың артық қатты жерлерін алып тастап дайындап аламыз. Содан соң үккіш немесе пышақтың көмегімен жұқалап кесеміз. Тұздалған капуста С витамині мен магнийге өте бай және де иммунитетті жақсартады. Тұздалған орам жапырақ анемия, дисбактериоз, іштің қатуы және де гастрит ауруларында өте пайдалы болып келеді. Сол себепті арзан көкөністердің көмегімен өзіңізге пайдалы тағам жасап үйреніңіз. Орам жапырақты дайындап алған соң үстіне сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Бір килограмм орам жапыраққа 1 ас қасық тұз қосамыз. Менде 2 килограмм болғандықтан 2 ас қасық тұз қосып, үстіне кішкене бұрыш бұршақтарын қостым. Енді қолыңыздың көмегімен тұз ерігенше жұмсақ етіп басып, араластырыңыз. Орам жапырақ жақсы ашытылу үшін міндетті түрде шыны ыдысқа тұздағаныңыз жөн болады. Себебі басқа ыдыстар ашытылу барысында химиялық реакцияға түсіп, зиянды заттарын шығарады. Әр орам жапырақты салған сайын үстінен осылай нығыздап басып отырыңыз. Банкаға орам жапырақты толтырмаңыз, себебі 3 күннің ішінде орам жапырақтан су бөлініп, артық суы бетіне шығады. Енді осы банканы бөлме температурасында 3 күн сақтаймыз. Әр 8-10 сағат сайын банканың ортасынан және жан-жақтарынан тесіп, пайда болған газдан арылып отырамыз. Келесі күні тұздалған орам жапырағымыз осындай сөл бөліп шықты. Осылай 2 күн өткеннен соң 3-ші күні орам жапырақты пайдалана берсеңіз болады. Дайын болған орам жапырақты тоңазытқышта ұстаңыз. Пияз және де кез келген өсімдік майын қосып, дайын салат ретінде пайдалана берсеңіз болады. Осымен ашытылған орам жапырағымыз дайын. Видеоны соңына дейін көңіл бөліп қарағаныңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.